Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Биология пәнінен кезекті сабағымызды бастайық. Бүгінгі жаңа тақырыбымызды анықтау мақсатында миға шабуыл әдісі арқылы мына көрсетілген суреттер арқылы анықтап көрейікші. Жарайсыздар балалар. Бүгінгі жаңа тақырыбымыз қан топтары және қан құю резус фактор. Сабақтың мақсаты агглютинация және резус конфликт механизмдерін түсіндіру. Бағалау критерийлері: қан топтарын ажыратады, қан құю ережесін түсіндіреді, қанның агглютинациясын сипаттайды, резус конфликт механизмін түсіндіреді, қанды дұрыс құймаудың зардаптары мен ана мен бала үшін резус конфликттің қауіп-қатерін түсіндіреді. Келесі кезекте мына суретке мән берейік балалар. Кез келген әскери адамның немесе қауіп-қатерлі жерде жұмыс істейтін дәрігерлердің киімінің кеуде тұсында қан топтары, резус факторлары жазылады. Неліктен? Жарайсыздар балалар, әскери адамдар қауіп-қатерлі жерде жұмыс істейтін болғандықтан кез келген жағдайда, яғни оқыс жағдайға ұшырауы мүмкін. Сол кезде қан тобын анықтау уақыт алатындықтан әскери адамның жанын сақтап қалу үшін киімінің кеудесінде қан тобы жазылып тұрғаны дұрыс. Келесі көрініске назар аударамыз балалар. Неліктен қазақ атамыз 7 атаға толмай, қыз алыспаған, қыз беріспеген? Оның сыры неде? Жауап беріп көрейікші балалар. Жарайсыздар балалар. Бұның себебі ата-бабамыздың ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан дәстүрінің бірі 7 атаға толмай қыз алыспау, қыз беріспеу. Бұның себебі егерде туыс ағайындар некелескен жағдайда дүниеге ақыл есі кем, аурушаң ұрпақ келетінін ата-бабамыз бұрыннан білген. Бұқар жыраудың айтуы бойынша жақсыдан жаман туса да, жаманнан жақсы туса да, тартпай қоймас тегіне делінген. Бүгінгі сабағымыздың негізгі тақырыбы қан топтары, қан құю резус фактор. Адамда 4 қан тобы болады. Бірінші қан тобы, екінші қан тобы, үшінші қан тобы, төртінші қан тобы. Қазақстандағы статистика бойынша бірінші қан тобына жататын адамдар 25-30% құрайды екен. Екінші қан тобына жататын адамдар 25-30% құраса, үшінші қан тобына жататын адамдар 35-40% құрайды екен. Төртінші қан тобына жататын адамдар 15% құрайды. Қан топтары эритроциттер бетіндегі арнайы нәруыздар арқылы анықталады. Эритроциттердегі нәруыздар агглютиногендер деп аталса, ал плазма нәруыздары агглютининдер деп аталады. Қан топтарын Рим цифрларымен немесе эритроциттер бетіндегі нәруыздар синтезіне жауапты ген таңбаларымен белгілеу қабылданған. Бірінші қан тобын 1 немесе 0,0 деп белгілейді. Екінші қан тобын 2 немесе А0 деп белгілейді. Үшінші қан тобын 3 немесе В0 деп белгілесе, төртінші қан тобын 4 немесе АВ деп белгілейді. Сонымен қатар кестеде байқап тұрғандарыңыздай, бізде бірінші қан тобында
плазмадағы антидене альфа-бета болса, екінші қан тобында бета, үшінші қан тобында альфа, төртінші қан тобында ешқандай да плазмадағы антидене байқалмайды. Келесі кесте қан топтарының үйлесімділігі. Қан топтары айттық, 4 топқа жатады дедік. Бірінші қан тобына мынандай топқа қан беруге болады. 1, 2, 3, 4 қан тобына бірінші топ қан бере алады. Мынандай топтан қанды құюға болады. Бірінші қан тобына тек қана бірінші қан тобын бере аламыз. Екінші қан тобы қан беруге болады. Екінші қан тобына және төртінші қан тобына. Қанды алады бірінші қан тобынан және екінші қан тобынан. Үшінші топ қанды бере алады 3-ке, 4-ке. Қанды алады 1-ден және 3-тен. Төртінші қан тобы тек 4-ке ғана бере алады 1-ден, 2-ден, 3-тен, 4-тен. Байқап тұрғандарыңыздай, бірінші қан тобы барлық қан тобына қан бере алады. Сондықтан да бірінші қан тобын әмбебап донор деп атаймыз. Керісінше, төртінші қан тобы барлық қан тобынан қан ала алады. Сондықтан да бұл төртінші қан тобын әмбебап реципиент деп атаймыз. Бірінші қан тобындағы адамдарды әмбебап донор деп атаймыз. Донор беруші адам деген сөзден шыққан. Бұлар адамға өмір берушілер деп те атап жүреді. Донор болу үшін кез келген адам донор бола алмайды. Оның белгілі критериялары бар. Донорлық, яғни қан берушілер жасы 18 пен 60 аралығында болу керек. Дене салмағы 50 килограммнан кем болмауы тиіс. Донор болу үшін дені сау, жұқпалы аурулармен ауырмайтын адамдар болуы тиіс. Қазіргі кезде дүниежүзі бойынша 14 маусым бүкіл дүниежүзілік донор адамдар күні деп есептелінеді. Ежелгі кездің өзінде адамдар көп қан жоғалтқан адамды құтқару мүмкін емес екендігін білген. Сол кезде де қан құю қолданылған, бірақ ол көбінесе сәтсіз аяқталған. 1901 жылы бір адам қанның екінші адам қанына сәйкес келмейтіні анықталды. Тобы сәйкес келмейтін қан құйған кезде эритроциттер бір-біріне жабысып қалады. Мұндай құбылысты агглютинация деп атайды. Бұл плазма нәруыздары антидене сияқты жұмыс істейтіндіктен болады. Олар бөгде эритроциттерге жұқпаға әсер еткендей әсер көрсетеді де оларды жабыстырады. Жабысқан эритроциттер қанда ұсақ қан ұйық түзіп, оттекті тасымалдай алмайды. Кестеде байқағандарыңыздай, А қосу альфа болған жағдайда, яғни А тобындағы қандар альфа плазмасы бар қан тобына қосылған жағдайда, және В бета плазмасы бар қан тобына қосылған жағдайда агглютинация жүреді. Керісінше 0 тобына альфа және бета тобындағы қандар қосылған кезде, немесе А тобына бета тобы, В тобына альфа тобындағы қан топтары қосылған кезде агглютинация жүрмейді. Құрметті оқушылар, енді резус фактор дегеніміз не? 1940 жылы Ландштейнер макака маймылының қанының құрамынан ерекше нәруызды байқайды. Оны зерттей келе, оған резус фактор деген атау береді. Қанның құрамында резус фактордың болу-болмауына байланысты оны екі топқа жіктейді. Бірінші тобы резус фактор оң, екінші тобы резус фактор теріс. Енді бейне материалға назар аударайық.
Ерте ғасырдан ақ адамдар қанның құрамы мен қасиеті туралы көп нәрсе білмесе де, оның тіршілік тасымалдаушысы екенін түсінген. Өйткені адам ағзасындағы қан тамырларының жалпы ұзындығы шамамен 100 000 шақырымды құрайды. Олардың бойымен 5-6 литр қан айналады. Күн сайын осынша қан көлемі жүрегіңіз арқылы 1000 рет өтетінін сіз білесіз бе? Если, например, у матери... Адамдардың 85%-ында эритроцит құрамында оң резус фактор, ал қалған 15%-ында теріс резус фактор болады. Ол тұқым қуалайды және ешқашан өзгермейді. Ересек адам ағзасында 6 литрге дейін қан айналатынын жоғарыда айттық. Ал жаңа туылған нәресте денесіндегі қан мөлшері 1 стақан ғана. Ал жер бетіндегі адамдардың бәрі небәрі 4 қан тобына топтастырылған. Олардың сәйкестігін сақтау әсіресе қан құю кезінде маңызды. Себебі құйылған қан сәйкес келмесе, адам өміріне қауіп төнеді. Мәселен, бірінші қан тобындағылар әмбебап донорлар болса, 4-ші топқа кез келген топтағы қанды құюға болады. В случае, если, например... Егер адам реципиент болып, яғни оған қан құйылса, ол адам 1 жыл бойы өзгелерге қан құя алмайды. Арнайы қарсы көрсетілім бар. Ғылыми зерттеулер бірінші топтағы адамдардың басқа топтағыларға қарағанда физикалық жағынан төзімді болатынын дәлелдесе, жапондар қан тобы адамның мінезіне айтарлықтай әсер етеді деп санайды екен. Айталық, бірінші топ батыл, екінші топ тұйық, үшінші топ ақылды, ал 4-ші қан тобын иеленгендер байсалды келеді дейді. Жапондар үшін бұл сипаттама өте маңызды. Тіпті қан тобы сәйкес келмесе, жұмысқа қабылдаудан бас тартады. Қан түйіршіктері эритроцит, лейкоцит және тромбоцит деп аталатын сұйық плазмалардан тұрады. Осылардың ішіндегі қанға қызыл түс беретіні эритроцит. Олар оттегіні тыныс алу мүшелерінен ұлпаларға, ал көмір қышқыл газын ұлпалардан өкпеге тасымалдайды. Сондай-ақ жиі еститін гемоглобин термині де дәл осы қанның қызыл түсті пигментіне байланысты. 100 мл қанда шамамен 15-16 грамм гемоглобин болады. Оның азаюы анемияға, сондай-ақ иммунитеттің әлсіреуіне әкеп соғады. Сондықтан құрамында темірі көп жеміс жидектерді жиі жеуге тырысыңыз. Деніміз сау болсын. Балалар, келесі кезекте тапсырма. Бірінші тапсырма. Есептерді шығарамыз. Есептер қан тобына арналған есептер. Бұл есептерді шығару үшін кесте қолдануларыңыз керек. Тапсырма орындай отырып, формативтік бағалауға қойылатын балл мен дескрипторға мән береміз. Оқушылар, екінші тапсырмаға мән берейік. Шежіре құрастыру. Бұл кезекте көмекке үйлеріңіздегі ата-аналарыңыз келу керек. Ең бірінші, ата-аналарыңыздың немесе ата-әжелеріңіздің қан топтарын сұрамас бұрын, мүмкін жағдайдағы кестені қарап, өз қан тобыңды анықтап алып, одан кейін ата-аналарымыз біздің қандай қан топтары болуы мүмкін деген осы кестені бірінші шығарып аламыз. Одан кейін барып ата-аналарыңызбен сұхбаттасу арқылы ол кісілердің қан топтары осы кесте бойынша сәйкес келеді ме, келмейді ме, сол жағын салыстырып қараймыз. Екінші тапсырманы үй тапсырмасы ретінде аламыз. Оқушылар, бүгінгі сабақта қалай бағаланамыз? Яғни формативті бағалау қалай жүреді? Қарасаңыздар, сабаққа үнемі жақсы қатысып отырған оқушылар 2 балл. Бірінші, екінші, үшінші есеп шығарған оқушылар әр есепке 2 балдан иеленеді. Одан кейін шежіре құрастыруда қай оқушы шежіре құрастырады, сол оқушыға тағы 2 балға ие болады. Тапсырма орындау барысында міндетті түрде дескриптор бойынша тапсырманы орындаймыз. Ендігі кезек балалар, кері байланыс. Кім осы сабақтан не түйгенін WhatsApp желісі арқылы маған жіберулеріңізді сұраймын. Балалар, өте кереметсіздер, жарайсыздар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.